Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай әдемі тарталетке дайындауды үйренеміз. Жұмыртқаның сарысына майымызды қосып, сахарная пудра, крахмал, разрыхлителімізді қосып, қолымызбен біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай песочный әдемі қамыр шығады. Енді тарталеткенің формасына қамырымызды қолымызбен жайып шығамыз. Қамырымыздың кішкене бөлігінен алып, осылай формамызға салып, қолымызбен жайып шығамыз. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырымызға қант ұнтағын қосып, жақсылап біркелкі болғанша миксерлейміз. Оның үстіне сливкимізді қосып, тағы да миксерлейміз. Осындай қою креміміз шығады. Насадкамызды салып алып, кремімізді осындай арнайы пакетикке құйып аламыз да, тарталеткемізге кремімізді құйып шығамыз. Оның үстіне мен осындай қара шоколадпен сәндеп шықтым. Және құлпынай қостым. Қалағаныңызша неше түрлі шоколадтармен немесе фруктылармен сәндесеңіздер болады.